Апа бар болыңыз. 60-ты тоғытпой, бір орыны жолотпой, 70-ке жетіңіз. 70-ке барғанда, андадағы ақ жол сізге торқолы той беріп салғанда, андадағы баяғы ақын балан келбесе, юбилейдің керек жоқ деп сөйлеңіз. 80-ге барыңыз. 80-де де осындай қуатты болсын жаныңыз. 90-ды тоғылотып, 100-ке жетіңіз. 100-де дағың ұшындай нұрға толып тұрсын бетіңіз. Алтын апам бар болсын, жарық чырақ шам болсын, Құдай сүйген жан болсын. Мұна шындай балдар, қыздар, жақындарыңыз бар кезде қадырыңыз жан болсын. Енем үшін бір қол шағыңыздар болсын. Менеме. Апа сізді ұшы жерге тұрғызайын еме. Сізді ұшы жерге тұрғызып, арттағы балдарыңызға көңіліңізді бұрғызайын. Мұна жашоодон тапқан дөлөттөрү, байлықтары, мынауыл байлығың үшін жердің беті толы алтын дүние берем жаннат. Алмашасын бы маға десе, бүрөндө қарматпайым. Жанымды алсаң ал, бірақ жандарымды алба деген енем мына байлығы. Енемден сұрадым, қайсы балаңызды жақсы көрөс көбірек? Ақ жолдуы, же Америкадағы уландуы, же кече үйленген бажамдуы дедім. Десем маға қарап, біріншіден, ты мне неправильный вопрос задаешь, деді. Ну ладно, дедім. Екіншіден, слушай мой ответ, деді. Ну хорошо. Чоңын. Балдарына баш болғандық үшін башым тоқтығычы, жашым тоқтығычы жақсы көрім. Сапардағым қайра келгече жақсы көрім. Кенжем болса еркелете ойнай бергече жақсы көрім. Айтор балдарымдың бардығын мендегі жүрек тоқтығычы жақсы көрім деген енем үшін қол чапқыңыздар. Микрофон сынан балдарына келіңіз.